Өңірде 10 жылдан бері кен барлап келген компаниялар 2022 жылы алтын өңдейтін фабрика сала бастаған. Бірақ ауыл адамдары табиғатты қорғауға шақырып, 2 жылдан бері үзілді-кесілді қарсылық білдіріп келеді. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының құрамындағы ауылға кіргенде фабрикаға қарсымыз деген плакаттар назар аудартады. Онда алтынды топырақтан ажыратып беретін цианид қоспасы экологияға зиян деп жазған. Енді ойлаңыз, анадан қаншама тас томалайды. Соның бәріне халықтың қазіргі жаз болса, үрейіміз ұшып кетеді осыдан. Дүңкілдетіп жарат. Бексұлтанов кен алатын тау ауылдың дәл іргесінде екенін айтады. Ең басты материал алатын таулар мына үлкен қара тау ғой. Бұның бер жағы ғана тұр қазір, бүгінгі таңда. Ал ар жағының уже жартысы жоқ. Ана материал жинаймыз деп бәрін КамАЗбен тасып, ары қарай сол завод саламыз деген жерге тау қылып үйіп тастаған уже. Ешқандай разведка емес добыча. Ермектің лапасы міне таудан тас томалап, жерде күлен тұрған күленнің тамырымен бірақ жұлып апты. Мына құлынға тиген ғой деймін, не етіп тұр. Ауырыңқырап тұр. Лапастың іші міне мін жағында түгел тас томалап таудан. Міне қаншама тас жатыр, міне домалап міне. Міне таудан тағы тас томала қалып, міне таудың көрінісі міне. То были тоже проведены замеры, в результате которых обнаружено, что в районе села и водных объектов влияние взрывов не обнаружено. Еще один момент – это шумовое воздействие взрыва. Высокоточными чувствительными приборами было на окраине села замерено. Шумовое воздействие – это примерно равносильно спокойному разговору людей на расстоянии 10 метров. Жарыстың қатты болған соншалықты алыста жүрген ат үркіп астындағы адамдар жығылып қала жаздапты. Кейбір жерлерде таулардан тас домалаған. Ал бүгін ол солтүстік батыстан ауылға қарай қатты жел соғып тұр. Ал оның қандай әсері бар екенін ешкім де білмейді. Алтынды цианидпен жуатын фабрика орны карьерге іргелес тағы бір таудың үстінде. Компания өкілдері цианид қосылған су арнайы бөгет ішінде қалады, бұлақтарға немесе жер асты суларына қосылмайды дегенді айтады. Бірақ маралдылықтар маңайға қар суымен жайылады деп алаңдайды. Олар көктемде кішкентай бұлақтар өзеннен бетер тасып, ауылды алып кетеді дейді. Кеп кішкентай қар өттердің тасыған суы.